Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздермен талқыланатын тақырып аналарымызда жиі кездесетін сұрақ патница жайлы болмақ. Патница бұл тері жабынының терінің көп бөлінуі салдарынан бөртпелердің пайда болуымен зақымдануы. Патница не үшін пайда болады? Бөлме температурасының қатты ыстық болуы, баланың қалың оралуы немесе қалың киінуі, сапасыз ауа өткізбейтін киімдер, тер шығару өзектерінің бітелуі, кейбір теріні көп бөлетін ыстықтық аурулар кезінде пайда болады. Патницаның 3 түрі болады: кристалды, қызыл және ақ түрі. Кристалды түрінде өзгермеген тері фонында ішінде түссіз сұйықтыққа толған бөртпелердің пайда болуы. Кристалды түрінде бала мазасызданбайды, бөртпеге қышу тән емес. Қызыл түрі. Бұл кезде қызарған тері фонында прыщиктердің пайда болуы. Бұл түрінде қатты қышиды, бала мазасызданады. Ақ түрінде іріңді папулалар пайда болады. Патницаның орналасуы терінің табиғи қатпарлары: мойын, құлақ арты, шүйде, шаш арасы, маңдай, қолтық, жоғарғы кеуде бөлігі, арқа, шап, жамбас, жөргек астында жиі кездеседі. Патницаны болдырмаудың жолдары: бөлме температурасын бір қалыпты сақтау, 22 градустан жоғары болуға болмайды. Баланың жиі киімін ауыстыру, ауылмасатын киімдер кигізу, баланы күнделікті жуындыру және жуындырып болғаннан кейін кремдермен, майлармен сылауға болмайды. Патница кезінде бала қатты мазасызданатын болса, егер баланың чередаға аллергиясы болмаған жағдайда чередамен жуындыруға болады. Және де аналардың назарына патницаға құрамында цинк бар крем жақсы көмектеседі. Назар аударғандарыңызға рахмет. Бұл сіздермен мен, педиатр Нағима Мәдениетқызы.